Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сендермен 3-ші сыныптың математиканың 146-ші сабағымен танысамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз екі-үш амалмен орындалатын есептер шығару, саябақта демалу мәдениеті. Бірінші тапсырма: кестені пайдаланып есептер құрастыр. Бірінші тапсырманы осылай орындайсыңдар. Екінші тапсырма: сурет бойынша есептер құрастыр және оларды шығар. Астына осындай мысал келтіруге болады. Алмас дүкеннен 4 шырын сатып алды, ал бір шырын 125 теңге тұрады. Алмас неше теңге жұмсады? Шешу: 125 көбейтілген 4-тен 500. Жауабы: Алмас 500 теңге жұмсады. Үшінші тапсырма: сен 700 теңгеге не сатып аласың? 700 теңгеге осы заттарды сатып алуға болады. Сонда біз тура 700 теңге жұмсаймыз. Төртінші тапсырма: есептер шығар. Асы: саябақта 436 адам қыдырып жүр. 125 демалушы ер адам, әйелдер олардан 2 есе артық, қалғаны балалар. Саябақта барлығы неше бала қыдырып жүр? Шешу: 125 көбейтілген 2-ден 250. 436 азайтылған жақшаның ішінде 250 қосылған 125 тең болады 61. Әсі: саябақта демалып жүрген балалардың 46-сы балалар қалашығында, ал одан 4 есе көп бала әртүрлі аттракциондарда ойнап жүр. Аттракционда неше бала ойнап жүр? Шешу: 46 көбейтілген 4-тен 84. Бесінші тапсырма: кесте бойынша есептер құрастыр және оларды шығар. Бесінші тапсырманы осылай орындайсыңдар. Алтыншы тапсырма: қысқаша жазылу бойынша есептер құрастырып оларды шығар. Алтыншы тапсырманы осылай орындайсыңдар. Жетінші тапсырма: диаграммада саябақта демалушылар туралы мәлімет берілген. Диаграмма бойынша сұрақтар құрастыр. Осындай сұрақтар құрастыруға болады. Саябақта демалушылар ең көп баратын жер қайсысы? Саябақта демалушылар ең аз баратын жер қайсысы? Кинотеатрға қанша саябақта демалушылар барады? Сегізінші тапсырма: теңдеулерді шеш. Сегізінші тапсырманы осылай орындайсыңдар. Тоғызыншы тапсырма: Тоғыз бен торғайдың массасын анықта. Бірінші өздерін ойлап көріңдер. Ойланып болсаңдар жауабын айтамын. Жауабы: бір тоғыздың массасы 100 грамм, ал бір торғайдың массасы 50 грамм. 10-шы тапсырма: Марат, Айнұр, Гүлжан, Нұрлан және Бекжан саябақта балмұзда қалуға кезекте тұр. Гүлжан мен Бекжан қатар тұрған жоқ, ал Нұрлан Маратпен де Гүлжанмен де қатар тұрған жоқ. Балалар қандай ретпен тұр? Бірінші өздерін ойланып көріңдер. Ойланып болсаңдар жауабын айтамын. Жауабы: Нұрлан, Бекжан, Айнұр, Марат, Гүлжан. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.